Ерте заманда бір кедей болыпты, оның жалғыз анасы болыпты. Оның анасы ауырып қарып, ол ақшаға іздеуге Гонзо деген ағайдан сұрайды. Ағай сараң кісі екен, сен сияқтыларға ақшам жоқ, ана тірі қала ма, тірі қалмай ма, ол жағы белгісіз деп үйіне қайтарып жібереді. Көңілі түскен бала ағаштың түбіне барып ұйықтап қалады. Біраз уақыттан соң біреу иығынан түрткендей болады. Оянғанда бір ақсақалды сағал тұрады екен. Ол Гетаны сыйлайын саған деп береді. Анан жазылып кетуі мүмкін дейді. Бала қуана келеді. Сосын ақсақалды шал айтады. Ол жай ғана Гета емес, ол жапондардың ағаштан жасалған аяқ киімі. Ол Гета жапондықтың байлық алуға келеді. Жерге киіп, оны киіп, жерге құласан ақшалар көп болады дейді. Бала қуанып, жерге аяғына киіп, жерге құлағанда ақшалар көп болады. Ол анасына дәрі алуға және тамақ алуға кетеді. Сол кезде Гонзо деген ақша бермеген ағай келеді. Ана кісіні ойлап қалды ма деп. Сол кезде үйіне барғанда анасы мен баласы қуанып отыр екен. Гонзо үйіне келіп, қалай сендер осындай жетістікке жеттіңдер дейді. Бала айтады, мен Гета деген аяқ киімді киіп жерге құлағанда ақшалар маған көп берді дейді. Гонзо оған таңғалып, одан сұрайды. Ол иә деп келіседі бала. Сол кезде Гонзо аяғын киіп жерге секіргенде ақшалар көп болады. Біраз уақыттан соң ол кішкентай қонысқа айналып кетеді. Ақшалардың үстінде тұрады. Бала келіп аяқ киімді алуға келгенде есік ашылмай, оны қайда кетті екен ол дейді. Сол кезде есікті сындырып ашқанда Гонзо қырттай болып тарақанға айналады екен. Бала оны көріп ақшаны үйіне алып кетеді екен.